Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сауытбекқызы. Бүгінгі видеода қазіргі таңда хит болып жатқан дастарханның көркін ашатын рулетиктердің жасалу жолымен бөлісетін болам. Өте оңай жолмен бөлісетін болам. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Ең алдымен таза табағымызға жұмыртқамызды салып аламыз. Жұмыртқамызды венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Енді бөлек ыдысымызға сырымызды өлшеп аламыз. Граммы 150 грамм болу керек. Мінекей мен өлшеп алдым. Енді үккішіміздің ең майда жағынан өткізетін боламыз. Мінекей барлығын осылай үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Енді осы массамызды біз жұмыртқамыздың үстіне салып, жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей сырымыздың бәрін салып, қасықпен майонезімізді өлшеп саламыз. Мінекей 3 қасық саламыз. Енді манной каша саламыз. Барлығын құрамдарын астына міндетті түрде жазып қоямын достар. Енді сіздерге қандай түсті рулет керек, соның красканың, пешевой красканы пайдаланып, осы майонезіміздің үстіне қосатын боламыз. Сосын жақсылап араластырамыз. Мен сары түсін жасайын деп жатырмын. Сол себепті сары түсін таңдадым. Жасыл, қызыл түрлерін таңдауға да болады. Егер де сіздер қызыл түрін таңдасаңыздар, қызылшаның суын қоссаңыздар да өте әдемі болады. Мінекей енді пергамент қағазы төселген біздің противинге салып, жайып, бір тегіс етіп, төрт-бұрышты етіп жайып шығамыз барлығын. Содан кейін біздің әшеп пешімізге салып пісіріп алатын боламыз. Қатты пісіп, құрғап кетпеу қажет. Міндетті түрде қарап тұрыңыздар. Мінекей достар, бізде пісіп шықты. Енді орап қоятын боламыз. Сонда біздің жаңағы ораған кезде өте ыңғайлы болу үшін кейін ораған кезде сынып кетпейтіндей осылай орап қойып суытатын боламыз. Яғни енді біз ортасына жағатын творожный сырымызды дайындап қоямыз. Ортасына достар кез келгенін қолдана аласыздар. Негізі дәл осы тестамен ортасына фарш салып пісірсеңіздер де өте әдемі болады. Фольгаға орап, ондай жағдайда фольгамен бірге қайттан әзілпешке салып пісіріп алатын боласыздар. Мінекей енді суыды орап, бір шетке қаратай алып, енді біз осындай пешевой пленканы төсейтін боламыз. Мінекей пешевой пленканы төсеп аламыз, үстіне қазір біздің рулетигімізді қоятын боламыз. Рулеттің ортасына осындай сливочный творожный сыр салатын боламыз. Бұл өте дәмді, сондай керемет болып шығады достар. Міндетті түрде осыны пайдаланыңыздар. Басқа творожный сырлардың қымбаттарын пайдалануға болады. Әрине құрамында тәтті болмауы қажет. Мінекей бір тегіс етіп барлығын осылай жайып шығамыз. Негізі бір творожный сырды осыған бір рулетке жететін болады. Барлық жеріне жететіндей етіп, осылай теп-тегіс етіп жайып шығамыз да, ақырын шетінен бастап тығыздап орайтын боламыз. Менде кішкене ортасы тығыздалмай қалыпты. Сіздер қатты басып тығыздап осылай орасаңыздар, өте әдемі болып тұратын болады. Ортасына негізі өз қалауларынша қосып жіберсеңіздер болады. Ең ортасына біздің балығымызды, қызыл балық, ақ балық бар ғой, сондайларды қосып жіберсеңіздер де өте дәмді, әдемі болып шығатын болады. Мінекей пешевой пленкамызға орап, холодильникке кемінде 2-3 сағатқа жіберетін боламыз достар. Мінекей холодильниктен шықты. Енді пешевой пленкамыздан шешіп алып, дастарханымызға кесіп ұсына беретін боламыз. Уже қатты болып, әдемі болып, рулетке кесуге удобно болып тұр. Әрине қазіргі таңда бұл хит болып жатыр. Дастарханға, құдалыққа, әсіресе
құда күткен кезде дастарханның көркін ашатын рулеттердің бірі. Мінекей мен 2 түрін пісірдім, және де шариктер пісірдім. Сондай керемет болып шықты, барлығы дастарханның көркін ашып тұр. Мінекей өте әдемі көрінеді. Жеген кезде де сондай дәмді, достар. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Құрамы қолжетімді заттармен жасалады, әрі өте оңай. Мінекей жасыл түрін және де сары түрін пісірдім. Әрине дастарханға былай ұсынған жоқпын мен. Қасына 5 түрлі шариктен қостым. Оның жасалу жолын білгіңіз келсе, менің арнама міндетті түрде тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Сонда менің келесі видеоларымды жіберіп алмайсыздар. Келесі видеода осындай шариктің жасалу жолымен бөлісетін болам. Өте дәмді болған, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, кеңес берем. Сондай керемет болып шыққан, достар. Сіздермен болған Майра Сауытбекқызы. Менің видеоларымда кездескенше сау саламатта болыңыздар.